Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар. Бүгін мен сіздермен 5-ші сынып қазақ тілі пәнінен жұлдызшылар деген тақырыпты бастағалы отырмын, осыны түсіндіргелі. Бұл біздің 2-ші сабағымыз. Бұлай болса, сабақты бастауға рұқсат етіңіздер, оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жұлдызшылар. Сабақтың мақсаты оқылым және тыңдалу материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу. Мән беріңіздер, оқушылар. Оқылым және тыңдалу материалдары бойынша негізгі ақпаратты сақтай отырып, жинақы мәтін жазу. Олай болса, сендермен бір сұрақ ұйымдастырғалы отырып, осы сұрақтарға жауап беріп, әрі қарай тапсырмамызды орындай береміз. Қазақ тілінде қанша сөз табы бар? Тамаша. Қазақ тілінде қанша? 9 сөз табы бар. Сан есім дегеніміз не? Нені білдіреді сан есім? Керемет заттың санын. Сан есімнің сұрақтары. Сан есімнің құрамына қарай түрлері. Өткен бірінші сабақта осы сан есімнің құрамына қарай түрлері мен сіздерге түсіндіргем. Қандай? Дара және күрделі. Жарайсыңдар. Олай болса, сол тақырыбымызды бір қайталап өтсек, бізге қажетті сан есім құрамына қарай, оқушылар, дара және күрделі болып бөлінеді екен. Дара сан есім, негізгі сан есім және туынды сан есіміміз дара сан есімге жатады. Негізгі сан есімге қараңыздаршы, бір ғана түбірде не қылып тұр? Жасалып тұр. Ал туынды сан есім түбірге жұрнақтың жалғануы арқылы туынды сан есім жасалып тұр. Ондаған, жүздей, бірінші деген. Солай ма? Негізгі және туынды сан есім қандай сан есімге жатады екен? Тамаша, дара сан есімге жатады. Күрделі сан есіміміз бір немесе бірнеше сан есімдердің қосарлануы немесе тіркесуі арқылы жасалады. Қосарлы сан есім міндетті түрде, тағы естеріңізде жүрсін, дефис арқылы жасалады. Ұмытпаңыздар, оқушылар, қосарлы сан есім дефис арқылы жасалады. Мысалы, 5, 6, 10, 10-нан дегенде қосарланып тұр, ортада не тұр? Дефис тұр. Тамаша. Тіркесті сан есім 10 шақты, 100-ден 1 деген сан есімдер қандай сан есімдер екен? Тіркесті сан есімдер екен. Олай болса, оқушылар, бір немесе бірнеше сан есімнің қосарлануы немесе тіркесуі арқылы жасалса, онда олар күрделі сан есімге жатады. Естеріңе түсті ме, оқушылар? Өткен жолы мен сіздерге айтқан оқулықтарыңызды қайталап, тағы бір оқып алыңыздар дегеме. Олай болса, келесі сәйкестендіру тапсырмасын орындап жіберейік. Негізгі сан есім, қосарлы, туынды, тіркесті сан есіммен мынау оң бұрышындағы мысалдарды сәйкестендіріп шығуымыз қажет. Әжем балаларға бауырсақты 5-6-дан берді. Атамның 10 жылқысы бар. Түнде 10 шақты қой қозылапты. Ол бірінші қатардан орын алыпты. Сәйкестендіріп жатырсыңдар ма? Ой, тамаша. Олай болса, бір тексеріп өтейік. Не, оқушылар, сіздердікімен сәйкес келеді ма? Жарайсыңдар. Енді ережені міндетті түрде біз қайталап сан есім жайлы біліп жүруіміз қажет екен. Енді оқушылар, сіздерменен Білім Алаң порталындағы жұлдызшылар тақырыбындағы мәліметті тыңдап, негізгі ақпараттарға мән беріп, ол мәтінде қандай сан есімдер бар, сан есім кездесе ма, осыларға көңіл бөле отырыңыздар. Себебі оны тыңдап болғаннан кейін біз әрі қарай жұлдызшылық қандай қасиет деген тақырыпта жинақы мәтін жазуымыз қажет. Дана, неге жұлдызшының киімін киіп алғансың? Алан, мен жұлдызшымын. Түсінікті. Олай болса, жұлдыздарды зерттеп жүрген боларсың. Иә, маған қояр сұрағың болса, мен дайынмын. Жақсы, олай болса, қандай жұлдыздарды шоқ жұлдыздар деп атаймыз? Ой, Алан, кішкене жеңіл сұрақ қойшы. Мысалы, телескоп деген не? Жұлдызшы деген кім? Осы сияқты. Дана, дұрыс қой, бірақ жұлдызшы болғың келсе, ең алдымен шоқ жұлдыздарды білу керек. Иә, маған көп іздену керек. Алан,
Білсең айтшы. Жақсы, олай болса тыңда. Жұлдыздарды бақыласаң, аңыз кейіпкерлеріне немесе жануарлар мен аңдарға ұқсайды. Жалпы аспан әлемі 88 бөлікке бөлінген. Әрбір бөлік шоқ жұлдыз деп аталады. Алан, мен түкте түсінбедім. Дана, қара, жұлдыздар бір-бірінен үлкен қашықтықта орналасқан. Алайда бір шоқ жұлдызға бірнеше жұлдыз кіреді. Сонда бір қызық нәрсе байқайсың. Осы жұлдыздарды сызықпен біріктірсең, жануар немесе аңыз кейіпкер шығады. Ол жұлдыздардың өз атаулары бар. Мысалы, мынау жеті қарақшы шоқ жұлдызы. Оның астрономиялық атауы жеті қарақшы. Ертеде жеті қарақшыны түннің қай мезгілі екенін анықтауға жиі қолданған. Аңызда жеті қарақшы күні бойы ұрлық жасайды, ал түнде өздерінің күндізгі жасаған істеріне өкінеді. Жеті қарақшы кейін жеті жұлдызға айналыпты. Ал мынау темірқазық жұлдызы. Темірқазық жұлдыздардың патшасы. Қазақта темірқазықты таба білсең, жолыңнан адаспайсың деген мәтел бар. Керемет! Дана, қарашы, темірқазыққа жақын тағы бір әдемі шоқ жұлдыз бар. Оның 5 жұлдызы қара құртқа ұқсайды. Сондықтан бұл шоқ жұлдыздың атауы қара құрт. Дегенмен астрономия ғылымында оны Кассиопея дейді. Қара құрт шоқ жұлдызы батпай, жыл бойы көрініп тұрады. Атауын пішініне тура тауып қойыпты. Алан, сен сондай ақылдысың. Жұлдызшы мен емес, сен болуың керек. Саған үлкен рахмет. Дана, көп оқы, көп ізден. Іздеген жетер мұратқа. Оқушылар, жаңа сіздер жұлдызшылық жайында білдіңіздер. Енді осыны бұрыннан зерттеп келе жатқандығын. Енді жұлдызшылық тек қана қазаққа тән емес, бүкіл адамзат баласына тән. Ол аспан денелерін бақылап, өзінің тұжырымдарын айтып отырған. Енді жұлдызшылық қасиет мынау біздің ата бабамыз түркі тайпасынан бері қарай зерттелеп, сол аспан денелеріне қарап, жолдан адаспай баратын жерлерге дәл барып отырған. Сонымен бірге ертеңгі ауа райының қалай болатындығын да бақылап, аспан денелеріне қарап айтып отырған. Біз мұны бірінші сағатта да бір қайталап өттік, бүгінгі тақырыпта да бір жақсылап түсініктеме алдыңыздар деп ойлаймын. Енді сіздер оқулықтарыңыздағы 153-ші парақтағы 7-ші тапсырманы орындаймыз. Бұл тапсырманы орындағанда жаңағы тыңдаған мәтін мазмұны бойынша жұлдызшылық қасиет тақырыбында шағын мәтін жазуыңыз керек. Жаңағы негізгі ақпараттарды сақтай отырып, шағын мәтін жазамыз. Жұлдызшылық қандай қасиет, қандай жұлдыздардың атауын білдіңіздер, қай жұлдыздармен таныстыңыздар, оны білу не себепті маңызды екендіктерін тыңдадыңдар. Олай болса, жұлдызшылық қасиет тақырыбында шағын мәтін жазамыз, оқушылар. Жаңағы тыңдаған мәтіндерді естеріңізге тағы түсіріп, ойланып, асықпай шағын мәтін жазу қажет. Осы тапсырмаларыңды жазып болғаннан кейін маған жүктеп жіберсеңіздер болады, оқушылар. Тапсырманы маған бірінші тапсырманы орындап жібердіңіздер. Өте керемет, тамаша. Енді үй жұмысы, оқушылар суретке қарап, көз алдарында сурет тұр. Табиғат құбылысы туралы отбасы мүшелерімен әңгімелестіңіздер. Жазылым тапсырмасы емес, табиғат құбылысы, қандай табиғат құбылысы бар, қайсы қызықтырады, қай мезгіл, ауа райы қалай өзгереді, осыны аталарыңызбен, әжеңізбен, отбасы мүшелеріңізбен, ата-аналарыңызбен ойласа, әңгімелесе отырып, осы жөнінде пікір алысыңыздар. Осыны пікір алысқаннан кейін табиғат құбылысы туралы не білесіздер, не жайында әңгімелестіңіздер, маған аудио нұсқасын жолдап жіберсеңіздер болады. Қымбатты оқушыларым, осы сіздер жаңа көрген видеоны, бүкіл жаңа білім порталындағы тапсырманы, осымен бірге слайдтардың бәрін сіздерге жүктеп қоямын, немесе жүктеп алсаңыздар болады. Үй тапсырмасын, жаңағы тапсырмалар төңірегінде түсінбеген сұрақтарыңыз болса,
менің өзіме жеке шығып байланыста болсаңыздар болады. Сіздерден орындаған тапсырмаларыңыздың жауабын күтемін. Сау саламат болыңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.